Қазақ хандығының 550 жылдығына орайластырылып түсіріліп жатқан 10 бөлімдік тарихи телехикая көрермен назарына наурыз айында ұсынылады. Дәл қазір артымда Керей мен Жәнібектің көші бейнеленген күрделі сцена түсірілуде. Андрей, давай назад. Вот с собачками пошел вперед, да. Түсірілімнің осы уақытқа дейін 40% аяқталған. Күн райының қолайсыздығына қарамастан түсірілім қызу жүріп жатыр. Сапалы дүние жасау үшін сәл кешігеміз дейді режиссер. Бүкіл халықтың күтіп отырған, мысалы, осы проекттің күтіп отыр. Халықтың алдында, елдің алдында масқара болмай, кәдімгі дұрыс деңгейде ауыз толтырып айтатындай қылып проект жасағымыз келіп отыр. Сондықтан асықпай, бірақ асыға келе жұмыс істеп жатырмыз. 10 бөлімнен тұратын күрделі жұмыс қыруар қаржыны талап етеді. Бірлесе көтерген жүк жеңілдеп, қазақ елі телехикаясына әр адам өз үлесін қоса алады. Ол үшін қазақ елі 550.kz сайтында арнайы қаржы жинау қорын ұйымдастырып қойған. Осында үлкен тарихи шаруа болып жатқанда, осы кинода менің азғантай болсын үлесім бар. Осыған мен 200 теңге берген десейм, дейме, 2000 теңге бердім дейме. Ал енді намысқа шабатын кез элита өкілдері, бизнес элитаның өкілдері, мына кәсіпкер азаматтар да осыған қосатын шығар. Бұндай өзі бір жақсы шаруа, өзі оңайлықпен бітпейді. Тура осы шаруаны бастаған кезде өзі дағдарыста келе қалды.